Кайрылуу кеч баршаларыңызга адеттегидей әр сәрсенбі күнү болатын конференциямызга кош келдиңиздер. Менин есімim Чолпан, мен Ричфактор компаниясынын кәсіпкерімін, клеточный питание экспертімін. Алланын каалауымен осы қазіргі таңда сіздерге енді бар өзім біліммен бөлісейін деп отырмын. Негізі естіп жүрміз, айтып жүрміз, артроз, артрит, остеохондроз деген әңгімені естіп жүрміз. Ол не? Жалпы өкінішке орай осы тақырыпты бүгін өте маңызды тақырып, бірақ бізде маңызды емес тақырып жоқ қой, бірақ мына өте маңызды тақырыпты, өйткені өкінішке орай көптеген адамдар осы буынның ауырғанын кеш біліп жатады. Және буынның ауруын емдеген кезде, емдеу кезінде басқа аурулардан бөлек қарап жатады да, сол нені жаңағы қамалды бүгін бұзамыз. Картоп жарамыз. Негізгі мақсатымыз, бүгінгі сабағымыз негізгі мақсаты артроз, артрит, остеохондроз осының айырмашылығын түсіну. Бір жолында біз енді мына отзывтарды, клиенттардың отзывтарын, өзіміздің отзывтарымызды қойған кезде соған байланысты адамдар шығып жатады ғой. Сол бір жолында маған Нұргүлдің бір видеосын қойдым, ТикТокқа, по-моему. Сол атып кетті ғой. Грыжа диска. Короче, грыжамнан жазылдым, 20 жыл грыжамен ауырдым деген кезде. Сол кезде осы тақырып маған көп келді да. Осы грыжадан ғана емдейсіздер ме, артроздан емделмей ма, жаңағы артрит қалай деген сияқты ше. Одан буын жалпы неге ауырады, олардың айырмашылығы не деген сондай сұрақтар туындады сол кезде. Оны ертерек ауруды ертерек анықтауға болмай ма деп. Сол кезде осы сұрақтар мазалады да, кішкене ойлап жүргенбіз ғой. Енді сол бүгін міне конференцияға, зумға шығуға неттім. Не үшін? Жалпы алдыменен мынаны анықтап алайықшы. Буын қалай жұмыс істейді? Буын қалай жұмыс жасайды? Буында, негізі буын дегеніміз, мына екі сүйек бар ғой, мына екі сүйектің жалғайтын қозғалыс жүйесі екен ғой. Біз буын дейміз де, буынымыз ауырды, буын сырқыраған кезде ауа райы белгілі, менің буыным жаңа прогноз погоды деп қалжыңдап айтатын кездеріміз бар. Немесе бір апаларымыздан басқа біреуден естіп жатамыз, буынға жаңа тұз жиналды деген, солардың барлығына байланысты бүгін бізде әңгіме өрбітеміз. Негізі буын екі сүйекті жалғайтын қозғалыс жүйе. Система, Енді оның құрамына, буынның құрамына, не кіреді екен? Шеміршек. Буын жаңағы сұйықтығы, байламдар, бұлшық еттер және қан тамырлар. Және жүйке талшықтары. Егер осы бөлшектердің, шеміршектің, немесе буын сұйықтығының, немесе байламның, немесе бұлшық еттің, немесе қан тамырының, немесе жүйкенің кішкентай талшықтарының біреусі істен шығатын болса, өз қызметін атқармайтын болса, онда буында ауырсыну пайда болады екен. Ауырсыну пайда болады. Ол ауырсынған кезде сол осыдан аурулардың аттары кетеді. Мысалы, артроз деп естіп жатамыз, артроз. Жалпы артроз дегеніміз не? Жалпы артроз дегеніміз, ол буынның шеміршегі бар ғой, соның шеміршектің біртіндеп тозуы. Ойлаңыздаршы, біртіндеп тозуы. Оның себептері не? Ол неге тозады? Өйткені жалпы айтылады, жас ұлғайғанда деп, артық салмақтан дейді, белгілі бір жарақат алғаннан дейді, соңген қозғалыстың аздығынан дейді, одан кейін минералдардың, белоктардың тапшылығынан дейді. Енді қараңыздар, осы артрозды, артроз ба, артрит ба, соның белгілеріне тоқталатын болсақ, артрозда негізінде жүргенде кішкене ауырсынуды сезінеді екен. Одан кейін буындар сықырлайды екен. Бір
кішкене буынның сықыры естіледі, отырып тұрғанда деген сияқты, или бір қолыңды бір дұрыс емес қозғап қалғанда сықырлау деген сияқты болады ғой. Сол артроздың белгілері екен. Одан кейін қозғалыстың шектелуі. Отырып тұрған кезде кішкене ыңғайсыздық болған кезде аяқ буындары деген сияқты. Одан кейін кей кездерде кешке жақын жұмыстан кейін үйге келіп жатқан кезде ауырсыну, аяқтың кешке қарай ауырсынуы, күшеюі, дененің ауырсынуының күшеюі осы артроздың басталып келе жатқанының белгілері екен. Ал енді артрит ше. Артрит ол буынның қабынуы. Егер де артроз буын шеміршектерінің буынның шеміршектерінің тозуы болатын болса, артроз шеміршектердің тозуы болатын болса, артрит ол буынның қабынуы. Оның себептері, буынның қабынуына не себеп? Иммундық жүйенің бұзылыстары. Иммундық жүйе бұзылған кезде жаңағы буынның қабынуы болады. Одан кейін инфекциядан болады екен артрит. Одан кейін зат алмасудың бұзылуынан. Енді қараңыздар, ағзада зат алмасу бұзылған кезде сіздің аяқ қолыңыз ауырады деген сияқты, жаңағы артриттің белгісі. Содан кейін барып созылмалы қабыну болған кезде, ол қалай жаңағы белгілері қандай? Артриттің белгілері қандай? Буын ісініп тұрады. Кей кездерде жаңағы буындарымыз, аяқтың, қолдың буындары ісініп тұру, бұл артриттің белгілері. Одан кейін жаңағы қызып тұруы, кішкене температурасы басқа денеңізге қарағанда буыныңыздың қызып тұруы. Одан кейін қызарып тұруы, сәл ыстық болып тұруы және қызарып тұруы. Одан кейін таңертең сіңір тартылды дейміз ғой. Сол таңертең, жалпы сіңірдің тартылуы. Кейде жүріп келе жатқанда сіңір тартылып қалады, или ерте тартылып қалады. Содан кейін барып қатты ауырсыну. Мысалы, көп жағдайда бұл ауруларды айтады да, қазір екеуісін салыстырамыз. Негізінде бар ғой, мына осы біз білмей қалып жататын себебіміз осы мына артрозды байқамаймыз да, и артритті де байқамай қаламыз. Мысалы, мен артроз менде бастап келе жатқан екен да, алдында осы компанияға келердің алдында бір ұзақ жол көлікпен жүріп, сонда жаңағы ұзақ жол жүрген кезде бір сағат, 2 сағат тоқтамай жүретін болсам, машинадан түскен кезде кәдімгідей тізем ашитын ғой, мына тізенің бар ғой, мынандай несі ашитын, чашканың асты сияқты ашитын да, сол оказывается уже артроздың бастамасы болған екен да. И мына баспалдаққа көтерілген кезде, кей кездерде аяғым бір андай ауыр болып көтерілетін да, сол мысалы артроздың басталуы екен. Енді қараңыздар, негізі салыстыратын болсақ, артроз бен артритті салыстыратын болсақ, аурудың сипаттамасы, мысалы артроз буын шеміршегінің жаңағы тозу болатын болса, ал артрит ол қабыну екен. Анау тозу, артрит қабыну. Негізгі себептерін жаңа айтып кеттік қой, жас ұлғаю дедік, артық салмақ дедік, жарақат дедік, буын шамадан тыс жаңа күш түсуі, осы артроздың несі белгілерді. Ал артритті жаңа айтып кеткендей инфекция, иммундық жүйенің бұзылуы, аутоиммунды аурулардан, соңғы зат алмасудың бұзылуынан. Енді қай жастан бастап осы аурулар болады дейміз. Негізі артроз көп десе 40-45 жастан жоғары болады екен да. Ал артрит кез келген жаста бола береді екен. Өйткені инфекция, иммундық жүйе бұзылатын болса, ол қай жаста болса да, бала жас болсын, үлкен болсын қарамайды екен, жасқа қарамайды екен да. Ауырсынудың ерекшелігі, мысалы артрозда қозғалыста кішкене қозғалған кезде күшейеді, тынығып отырған кезде басылады. Мысалы, көп жүрген кезде бір аяқтарыңыз ауырып кететін болса, отырып демалған кезде ол кішкене басылып қалатын болса, ол артроздың белгісі да. Артроздың белгілері. Ал артритте ауырып тұрса да, отырған кезде ол ауырғаны басылмаса, ол артрит. Түсіндік қой, түсінеміз ғой. Енді негізі екеусінде де көп жағдайларда 70-80% таңертең
жаңағы сіңірдің тартылуы дейміз ғой, сол таңертең сіресуі болады екен да. Артрозда бір 10-30 минут болады екен, жарты сағаттан аспайды екен, иә, тартылуы. Ал артритте ол керісінше ұзақ болады екен, 30 минуттан жарты сағаттан асып кетеді екен. Енді қараңыз, мен бұрын мына осы темаға дайындалған кезде сен өзің қандай бұрын ауруың болғанын тауып алады екенсің. Мен сондай тауып алдым. Өйткені бар уақытта біреулер осындай ауруым болып еді, содан жазылдым деген кезде өзіңнің ауруың еске түсіп жатады ғой. Сол сияқты мына темаға дайындалған кезінде мен есіме түсті да, бұрын жаңа таңертең кей кездерде, енді постоянно емес, кей кездерде сіңірім тартылып тура бар уақытта ойбайлап оянатын дейінші. Қазір ондай жоқ. Ол неге екенін түсінген айтам деп қояйын. Соңына дейін отырған адамдарға айтам деп қояйын да. Енді қараңыздар, буынның ісінуі артрозда сирек болады, тіпті болмайды, буынның ісінуі. Аз сирек болады, тіпті болмайды. Ал артритте ол айқын білініп тұрады. Буын ісініп тұрма, значит, артриттің белгілері бар да сізде. Сізде деп қойшы, ол адамда, больнойда деп қойын. Қызару немесе қызуы артрозда болмайды, артритте болады. Одан кейін қозғалыс кезінде жиі кездеседі, буынның сықырлауы мына артрозда жиі кездеседі, ал артритте ол сықырламайды екен. Әдетте болмайды екен сықырлау. Қозғалыс кезінде біртіндеп азаяды екен артрозда. Ал артритте буынның зақымдануы жаңағы созылмалы қабынуға кетіп қалады екен. Енді қараңыздар, осы артроз бен артритпен бірге біз көп жағдайда еще остеохондроз дегенді естіп жатамыз, иә? Енді артроз бен артрит түсіндік, не екен? Артроз буын шеміршегінің тозуы, артрит буынның қабынуы. Енді остеохондроз көлдік кетті бұл. Жұм басталғанға дейін кішкене мазамыз кетіп қалды ғой. Остеохондроз негізі омыртқаның дискілерінің өзгеруі. Омыртқа дискілердің. Ол қандай белгілер болады? Мойынның ауруы. Мойын ауырып кетеді ғой кей кезде бір. Мойынның ауруы, белдің ауруы, бастың айналуы, қолдың ұюы, аяқтың жаңағы әлсіздігі. Бұл тек омыртқа ауруы емес. Бұл жалпы остеохондроз тек омыртқа ауруы емес. Бұл бар оға жалпы жүйе, система, жүйе тамырлар бар оға, соның қысып қалуы бүкіл ағзаның жұмысына әсер етеді екен да. Содан мысал қараңыздар, кей кездерде мына желкеміз ауырып тұр дейміз да, бір уқалаған кезде басымыздың ауырған қойып қалады ғой, ол сол кезде қараңыздар, жүйке тамырлардың қысылып тұру екен да. Ана уқалаған кезде анау кішкене босайды ғой, сол бас ауырған босап қалады да. Сол кезде бізде мына басымыз ауырып деп мойнымызды уқалатқан кезде ол басылып қалып жатса, ол сізде остеохондроздың белгілері бар деген сөз да. Анау просто біз білмей жүреміз да, байқамай жүріп қаламыз. Сондықтан бұл остеохондроз омыртқа дискілерінің өзгеруінен екен. Ол жаңағындай белгілермен, Енді қараңыз, неліктен бұлардың бәрі буындар. Неліктен буынды емес, бүкіл ағзаны қолдауымыз керек. Неліктен? Өйткені көпшілік ауырған кезде, мысалы, тізесі ауырды ма, тізесіне сыртына маз жағып қоямыз, массаж жасап қоямыз, солай жасап қоямыз, жүре береміз. Бірақ буын ауырған кезде бір ғана жаңағы буынды ғана емес, жалпы ағзаға қолдау көрсету керек, маңызды. Өйткені негізінде қараңыздар,
көпшілік тек аурудың ғана, ауырған жерді ғана емдеп жатамыз ғой, иә, соған ғана мән беріп жатамыз. Ол себебі неде екенін білмейміз. Мысалы, Жоайк Рамазанович консультация бергенде айтады ғой, бауырыңыз ауырама, ол болашақта сұрақ қойған кезде айтады, буындарыңыз ауырмай ма деп сұрап жатады, сонда иә буында ауырады деп сөйтіп айтып жатады. Өйткені қараңыздар, буынның иә саулығы тек буынның қасындағы мәселелерге ғана байланысты емес, ол ішекке де байланысты екен. Ол бауырға да байланысты, ол бүйрекке де байланысты, ол қан айналымға да байланысты, ол иммундық жүйеге де байланысты да. Неге? Өйткені біздің қан тамырларымыз түгел денемізден айналып өтеді ғой. Бүкіл денемізден айналып өтеді. Жалпы мына көп жағдайда артроз мына сол аяқтың сол аяқ ауырғаннан басталады екен де. Өздеріңіз егерде байқасаңыздар, егер сол аяқтарыңыздың тізелеріңіз ашып кетіп, ауырып, бір ыңғайсыздық сезінген болатын болсаңыздар, сізде артроздың белгілері бар болып тұр да. И сол адамда, мына артрозы бар адамдарда көп жағдайда 70-80, тіпті 90% жағдайда ол адам запорға бейім болады екен. Ішек іші жақсы жұмыс жасамайды, система бұзылған, иә. Егер ағзада қабыну болып жататын болса, онда осы дәрумендер мен минералдар, иә, тапшылық болып жататын болса, бұл қалпына келуі өте қиын екен. Тіпті егерде ағзада қабыну жүріп жатыр, дәрумендер аз болып жатыр, витаминдеріміз, минералдарымыз аз болып жатыр, белок аз болып жатыр, сол кезде ол бұл қалпына келуі өте қиын болады екен. Сондықтан біздерде кей кездерде былайынан адамдар буыным ауырды деп осы протоколды алып ішкен кезде, буыным әлі мен әсер етпей жатыр, мен әлі емделе алмай жатырмын, маған әлі әсер етпеді деп сөйтіп айтқан кезде, ұйқыңыз қалай болды дегенде, тынышталды дейді. Нерв жүйесі тынышталды. Ана жеріңіз қалай? Мына запорыңыз кетті ма? Иә, температура, қазір давление қалай? Жақсы деп жатады ғой. Ал енді буынға бар ғой, ол өте қанша уақыттан бері жиналып мына жақтағы аурудың барлығын барып асқынып барып сол жерге тірелген кезде, олар іше салған кезде соның емін сұрайды. А негізінде ол буынға ғана емес, бүкіл ағзаға байланысты болғандықтан, буынның ауруы бүкіл ағзаға байланысты болғандықтан, ол кешірек белгі береді. Уже жазылған кешірек белгі береді. Менде бір Ақтауда келіншек болды. Негізінде енді куча болды заболевание, бірақ ол бүкіл көп нәрсесінен жақсы болды. Кожасы жақсы болды, жүрісі жақсы болды, жаңағы несі кетті, жировой гепатозы кетті, көп мәселелері жақсы болды да. 4-6 ай ішті. Содан кейін барып, ол кісі тоқтатты да, содан кейін мен хабарласқан кезде айтады, бәрі жақсы ғой, бірақ та мен буыныма ішіп едім, буыным, тізем әлі, сол ауырған әлі ауырады дейді. Соны айтам ғой, енді сіз енді ары қарай мүмкіндік бермедіңіз ғой десе, жоқ, мен қазір барып жаңағы укол алайын деп жатырмын дейді. Иә? Укол алайын деп жатырмын дейді. Ол тізеге, мына қараңыздар, мынандай бір әңгімені естіп жатамыз ғой, синевальный жидкость дегенде айтып жүрміз ғой, негізі синевальный жидкость дегенде естіп жүрміз, айтып жүрміз. Қызық болған кезде мен осы синевальный жидкость, эльпролин, эльгистинин дегенде бұрын есіме сақтай алмайтын. Сөнгөн әйтеуір есте көре көсем болсын дегенде есте есіме сақталып кетті ғой. Сонда барып синевальный жидкость дегенде мен осы компанияға келген кезде білдім. Бұл не нәрсе екен, бұның не қызметі бар екенін білмеймін. Әйтеуір буынның нәрсесі екенін біліп жүрдім да. Сөйтсе, оказывается, жаңалық ашамын мен қазір. Негізі синевальный жидкость, бұл буынның ішінде болатын, буын бар ғой, мына буын деп көрсетіп жатыр, көрнекілік қылып, сол кезде осы буынның табиғи сұйықтық екен. Табиғи сұйықтық. Ол буынның қалыпты жұмыс жасауына керекті өте маңызды дүние. Енді қараңыздар, синевальный жидкостьтің жаңағы не қызмет атқарады?
негізгі қызметі ол майлау қызметі. Допустим, мысалы есік дейік, жаңа есік. Оның мынандай топчасы болады ғой. Енді қазіргі есіктерде барлық есікте болады. Топча болады ғой мынандай. Топча дейді ма, не дейді? Короче, мынандай топчасы. Сол топчасы жаңа есіктердікі нормальный тұрады, нормальный тұрады. Сықыр деген болмайды ғой. Ал енді ана есікті қанша жыл ары бері ашып жауып жүрген кезде, тарс еткізіп жауып, жұлқып ашып сондай болған кезде ана топша босайды. Содан кейін ана сұйықтығы азаяды да, топша сықырлай бастайды ғой. Есік қиық етіп ашылып, қиық етіп жабылып жатады. Сол кезде біз қайтадан ананы майлап қойып жатамыз. Сол майлап қойған кезде анау қайтадан сықыры азайып қалады. Енді қараңыздар. Причем тут есік, причем тут тізе, причем тут синевальный жидкость. Біздің тіземіздің смазкасы да жаңа синевальный жидкость. Майлауы, жаңа қызметі буынның жаңа сықырламауына алып келеді да. Одан кейін бар. Енді жаңағы тізеге укол салып, сұйықты құйғызғандар дұрыс екен ғой, ана топшаны майлаған сияқты деп ойламаңыздар. Синевальный жидкость, ағзада өзі вырабатываться етіледі. Оны қазір келеміз. Ол өзі ағзадан, біз тірі жандықпыз ғой, жаңағы зат емеспіз. Бізде қаншама клеткалар, күнде миллиондаған клетка өледі, миллиондаған клетка келеді. Сол сияқты мына синевальный жидкостьті өзінің ағзада вырабатываться етіледі, қалпына келіп отырады. Енді екінші, ол майлау, буынды жаңа қызметі, майлау қызметі болатын болса, буынның бетіндегі бір-біріне үйкелістің азаюына, қозғалыстың жеңілдеуіне майлап тұратын болса, екінші қызметі ол қоректендіру қызметін атқарады екен. Бұнда шеміршек деп тұрады дедік қой. Сол шеміршекте, негізінде шеміршектің қоректік затын осы синевальный жидкость апарады екен да. Синевальный жидкость оттегімен қамтамасыз еткізеді екен шеміршекті. Өйткені ол жерде қан тамыр жоқ. Шеміршекте қан тамыр болмағандықтан жаңа синевальный жидкость оны оттегімен қамтамасыз етеді, қоректендіреді. Демек, синевальный жидкостьтің қызметі майлау және буындағы шеміршекті тамақтандыру, оттегімен қамтамасыз ету. Одан кейін соққы болған кезде, бір удар болып қалған кезде, жүргенде, жүгіргенде, немесе секіргенде күшті бәсеңдетеді екен ана синевальный жидкость. Мысалы, ана сол синевальный жидкость жоқ болып қалған кезде, сүйектер бір-біріне қажалады ғой, қажалған кезде ауырады ғой. Сондай болмау үшін укол салып жатады ғой медицинада. Ол уақытша ғана, ол уақытша. Белгілі бір уақытта ғана, одан кейін ол инородный тело ғой, ол сырттан әкелген су. Мысалы, мен мына суды столдың үстіне төксем, ол сол жерде тұрады да, содан кейін өзі ағып кетеді ғой. Сол сияқты да, ол уақытша ғана тұратын дүние. Ал мына негізінде жаңағы синевальный жидкостьті, жидкость жоқ болған кезде, анау бір-бірімен қажалады екен да, содан мына шашқа кетеді екен, тізенің шашқасы кетеді. Мына жамбас сүйектің шашқалары кетеді. Буын қай жерде бар, сол жердің бәрінде бұл синевальный жидкость бар. Ал енді қараңыздар, жидкость жоқ болған кезде, анау қажалған кезде қозғалыс бәсеңдейді. Қозғалыстың жаңағы буыны тозады, қажалып үгіледі. Содан кейін шашқа ауыстыру керек деген әңгіме басталады. Одан кейін мына синевальный жидкостьтің тағы да бір қызметі қалдықтарды шығарады екен. Ол шеміршек жасушаларының зат алмасуы ғой. Сол кезде сол жердегі өнімдердің жаңа қалдықтарын, өлген нелер бар ғой, клеткалар, шеміршектің, соны сыртқа шығарады екен. Сөйтсе, оказывается, бұл тек қана смазка емес екен. Біздің бес саусағымыз сияқты 5 қызметі бар екен. Егер де синевальный жидкость азайса,
немесе сапасы азаятын болса, нашарлайтын болса, буын сықырлай бастайды. Бас ауырып, балтырсыздап, сықырлап, буындар ауырсыну пайда болып, содан кейін барып қозғалысымыз шектеліп, жүрісіміз ыңғайсызданып, шеміршек біртіндеп азаяды да. Енді қараңыздар, бел ауруына байланысты бір әңгіме айтайын. Енді бұл бүгін оған байланысты емес тақырып, қосып кетейін. Мынаны қараңыз, көп жаңағы отырып жұмыс жасайтын адамдар бар ғой. Сол көп отырып жұмыс жасайтын адамдарда мына негізі біздің буындарымыздың шетінде тұратын жаңағы бұлшықеттер бар ғой. Сол бұлшықеттер қозғалыс аз болған кезде ол бәсеңдеп қалады екен да, ол өз қызметін атқарғысы келмей қалады екен. Мына біз көп отырған кезде мына жамбасымыздың бұлшықеттері бар ғой. Сол бұлшықеттер уже ол андай вялый бола бастайды да, жұмыс жасағысы келмей уже жалқау бола бастайды. Сол кезде мына ал белімізге бізге қозғалыс керек қой, қозғалыс керек. Ал мына жамбастың бұлшықеттері жөндеп жұмыс жасамаған кезде белдің, мысалы мынау бел болатын болса, сол омыртқамыздың шетіндегі бұлшықеттер ана жамбас жақтағы бұлшықеттер жұмыс жасамаған кезде соның жұмысын мына омыртқамыздың шетіндегі бұлшықеттер алады екен да, олар өз жіңішке келеді, сол алады екен да, содан кейін белге ауыртпалық түседі екен. Белдің ауруы кей жағдайда осыдан болады екен. Сұйықтықтың болмауынан, Енді мынандай әңгіме болып жатады. Кей кездерде апаларымыз жаңағы буында тұз жиналған деп сөйтіп жатады, Тұздық тамақ көп жемеңдер, буынымызға тұз байлап қалған, буынды тұз байлап қалды деп сөйтіп айтады, Сондайды естігеніміз бар ғой, Менің өз апам сөйтіп айтатын, буынымда тұз бар деп сөйтетін, Ол буында тұз болмайды екен. Негізі халықтың арасында айтылатын әңгіме ғой, жиі айтылады. Ол негізінде ол буын ауруларын жаңа остеохондроз, бұл шеміршектің несінен болады, ол тұз жиналған емес. Одан кейін барып негізінде тұз деген мынандай нәрседе болады екен. Подагра деген ауру бар екен. Сол подагра деген ауруда қанда мочаның қышқылы көбейіп кетеді, оның кристалдары буынға жиналады екен да. Енді жаңағы бүйрекке не қатысы бар деген әңгімеден шығады бұл. Буынның бүйрекке не қатысы бар деген, Егерде бүйрек дұрыс жұмыс жасамайтын болса, біз зәр жөндеп шықпайды ғой, Сол кезде жаңағы кристалдар қан арқылы буынға барып жиналады да. Бұл жағдайда жаңағы кристалдарды тұздайды екен. Міне, егерде қараңыздар, неге артрозы болсын, артриті болсын, остеохондрозы болсын, қандай ауру болса да, не үшін жаңағы протокол номер 1-ді беруіміз керек? Неге? Соған келе жатырмыз да. Өйткені жаңа айттық қой, іш құрылыс, басыңыздың ауыры, ішіңіздің ауыру, бүйректің, бауырдың, осылардың барлығы буынның ауруына себепші. Жаңағы буынымызға тұз дегеніміз, ол егерде подагра деген диагноз қоятын болса, сол кезде сізде жаңағы қанменен барған мочаның жаңағы қышқылы кристалдары, буынға жиналғаны. Соны тұз жиналған дейді екен. Ал артрит, артроз, остеохондрозда ол жерде тұз деген әңгіме жоқ. Ол жерде кристалдар болмайды екен. Так, тағы да. Енді қараңыздар, бұл буын бір күнде пайда болмайтын ауру. Егерде жарақат алса, бір күнде пайда болуы мүмкін. Жарақат алған кезде, қатты жарақат алған кезде. Ал негізінде бұл буынның жиналуынан ғой, жаңағы ағзадағы зат алмасудың дұрыс болмауынан болыпты. Енді қандай белгілер? Ерте білгілеріңіз келетін болса, буын сырқырады ма? Таңертең, еще мынандай әңгіме бар ғой, айтпақшы. Ауа райын мен
неден білем деп, буындарымнан білем деп. Прогноз погоданың керегі жоқ, ертең жаңбыр жауатынын білем, менің аяғым ауырды деп сөйтіп айтатын адамдар бар ғой, әсіресе апаларымыз сөйтіп айтып жатады. Ол прогноз погодайды білетін себебі мына буындағы жаңағы синевальный жидкость бар ғой, соның өзінің нелері болады ғой. Қалай деп айтушы еді? Қазір мен мына жерге бір жерге жазған едім. Короче, сол жерде өзінің бір клеткалары болады ғой. Тілімнің ұшында тұр. Сол жердегі бір клеткалар, иә? Тұра. Мен мына жерге жазып алып едім. Жоқ, жазбаппын. Короче, клеткалар сезімталдық білдіреді екен да. Енді егерде бұрын бала кезіңде или ертеректе бір 10 жыл бұрын сондай кездерде сен буыннан жарақат алдың, одан кейін емделдің, жазылып кеттің, біраз уақыттан кейін 5-6-10 жылдан кейін қайтадан қайталанып жатса, ол сол алдындағы алған жарақаттың сол жердегі клеткалардың памятінде қалып қалуы екен да. Ол мысалы толық емделмеген, ол симптомдарын ғана снимать етіп қойған, причинасы қалып қойғаннан болады екен. Енді қараңыздар, негізінде, бізде остеоволдың ішінде негізі коллаген де бар, кремний де бар, глюкозамин де бар, хондратин де бар, МСМ де бар, Д витамині бар, К2 витамині бар. Сүйек пен буынның жаңағы қоректігіне керекті қамтамасыз ететіннің бәрі бар, буыныңыз ауырып жатса, остеоволды ғана ішуіңізге болады. Бірақ ол тек қана сол буынның ғана мәселесіне ғана жұмыс жасауы мүмкін да. Егер сізде артрит, остеохондроз, артроз бар болатын болса, онда протоколды түгел ішу керек та. Неге? Өйткені қажетті ағзаны толық қалпына келтіруге қызметін дұрыс жұмыс жасауына көмектеседі протоколымыз түгел. Фульвагумин Макс. Ол бүкіл ағзаңызды минералдар мен микроэлементтерді әкелетін көз. Қысқаша айтқан кезде, жаңа Рич Баобаб, ол асқазаннан бастап ішек қызметтерін барлығын қолдайды. Элергенин қан айналымын қолдауға алып келеді. Бір ғана сөйлемнен айтқан кезде. Гепанефра, ол бауыр мен бүйректің қызметінде жұмыс жасайды. Енді қараңыздар, негізгі мәселе бұл біздің ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздеуге әкелу ғой. Енді осы артроз бар, сол артрозды или артроздың белгілері бар, сол артроздың белгілерін қалай алуға болады? Қалай оның алдын алуға болады? Негізінде буынға жаяу жүру пайдалы. Егерде буындарыңыз, жалпы ағзаның бәріне жаяу жүру пайдалы ғой, но әсіресе буынға жаяу жүрудің пайдасы неде? Бірінші, буындағы сұйықтықта, жаңа синевальный сұйықтық бар ғой, соның жақсы айналуына көмектеседі. Ал ол жақсы айналған кезде, ол шеміршекті қоректендіреді. Қараңыз, адам қозғалыста болған кезде, жүрген кезде, мысалы губка бар ғой, сол губкаға суға салған кезде, су сіңеді, қайтадан сыққан кезде су губкадан ағады ғой, қайта салған кезде қайта сіңеді. Сол сияқты қозғалыс кезінде синевальный жидкость жақсы айналады екен да, губка сияқты. Сығылып, ашылып, сығылып, ашылған сияқты, оны шеміршектің қоректенуіне көмектеседі екен. Көп жүретін адамдар
көп кыймылда болатын адамдар, буларда буын аурулары аз кездесет. Бір жарақаттан жаңағы памятінде, буынның памятінде қалып қойған аурулар болмаса, өте сирек кездеседі екен. Енді қараңыз, одан кейін тағы да әсіресе жаяу жүрудің пайдасы, буындағы бұлшық еттер күшейеді. Бұлшық еттерге зарядка. Буын сол жаңағы мықты, бұлшық ет мықты болған кезде ол жерге түсетін жүктеме азаяды. Түсіндік қой, негізі жүктеме азаяды. Когда сіздің бұлшық етіңіз мощный болған кезде. Одан кейін көп жүретін адамдарда аяғында сіресіп қалу деген болмайды, аз болады. Қозғалыс жақсы болған кезде ол қан айналады, қан айналған кезде ол барлығы біртіндеп ағзаға пайдасын әкеледі. Әсіресе буын ауыратын адамдар жүру керек, көп қозғалу керек. Қан айналымын жақсартады жүрген кезде. Қан айналым жақсарған кезде біздің клеткаларымыздың қоректенуі жақсы бола бастайды. Біз егерде просто протоколды ішіп, или бір өнімді ішіп, диванный эксперт болып жата беретін болсақ, оның нәтижесін өте ұзақ көруіміз мүмкін, или тіпті көрмеуіміз мүмкін. Өйткені жаңағы қозғалыс болмай тұр да, қозғалыс болған кезде жылдам әсерін береді. Одан кейін тағы да таңғы дейші, жалпы жүріс кезінде, буын жаяу жүрген кезде, тізенің, жамбастың бұлшық еттеріміз жақсы болған кезде, ол жаңа айтып кеткендей, буынның ауруларын алдын алуға көмектеседі. Ал егерде артроз, андай өзінің деңгейлері бар ғой, 2-ші, 3-ші степень деген сияқты, сондай уже артроз анықталып, сіздерге бір диагноз қойған болатын болса, онда бірден көп жүріп кетуге болмайды. Ең тиімдісі, егерде сіздер таңертеңгі, біз негізі мына марафон жасап жатырмыз, бір 20-30 адам болдық па, 40 адам болдық па, сондай, жоқ, 40 болмадық, 35 адам болдық па деме, 35 адам болғанбыз, сөйте қазір 10 адам қалдық, 1-2 адам енді шығып кету қаупінде тұр. Сонда қараңыздар, біздің сол марафонымыздың негізгі мақсаты жақсы қасиеттерді сіңіру болатын. Соның ең бірінші біз міндетті деп алғанымыздың біреуі ол таңғы серуен болатын. Жалпы буын ауырғандарға жаяу жүру пайдалы, өте пайдалы. Ал таңертең жүру ол тіпті күшті да, ол күшті мощный энергия береді. Өйткені түніменен сіз жатасыз ғой, түнімен жатасыз, дененің барлығы босайды. Ертең соны жаңағы сол күнге денеңізді қыздырасыз. Денеңізді қыздыру деген, мысалы, көлік, жазды күні от алдырасың да, бір минут болмай, бір 30 секунд от алдырасың, жүріп кете бересің ғой. Ал қысты күні ұзағырақ отырасың ғой, ана мотордың қызуына барлық жерге майлар қатып қалады ғой. Ол барлық жерге майлар баруын күтіп, одан кейін барып жүресің ғой. Қысты күні от алдырасап, жаздағыдай жүріп кетші, 1-2 неден кейін жаңағы СТО-дан біраз шығасың. Сол сияқты да, қараңыз, неге жас кезімізде біз тез сирек қозғаламыз да, тұрып жүріп отыра береміз да, тез қимылдай береміз. А неменеде жас ұлғайған сайын уже қозғалысымыз азая бастайды. Өйткені мына қыстағы май сияқты болып қалады да, біздің денеміздегі жаңа буындарымыздағы жидкостарымыз. Енді оны мына ертең тұрған кезде, таңертең тұрған кезде, сіз как будто сол машинеңізді дайындаған сияқты, от алдырып, майы қозғалып дайындалған сияқты, сіз сол күнге буындарыңызды, энергияңызды, жалпы денеңізді, жалпы өзіңіз барлық неңізді дайындайсыз. Ол таңғы серуенге шығу буындардың жақсы болуына пайдасы еселене түседі. Но таңертең тұра алмайтын адамда в любом случае күндіз болса да жүру керек. Но буыны ауыратын адамда бізде қазір қозғалыс өте аз. Өйткені тұрамыз,
жер үйдө жүрөтүндөр әйтеуір далаға бір екі рет шығады ғой, мынандай благоустроенный үйдө жүрөтүндөр кіреміз, кухня, зал, спальный, сол ғана міне қозғалысымыз аз. Ал енді қозғалыс аз болғаннан кейін жаңағы шеміршегімізге синевальный жеткісіміз жөндеп тамақтандыра алмай қалады. Қозғалыс аз болғаннан кейін бұлшық еттеріміз әлсіз болады, иә. Одан кейін басым ауырып, беліміз ауырды деп айтамыз. Ал егер де қозғалысты шығамыз, машинеге отырамыз, кетеміз, немесе шығамыз, автобусқа отырамыз, кетеміз, иә. Жалпы қозғалыстың аздығы біздің буындарымыздың жаңағындай ауруларға алып келеді екен да. Жалқау бола бастайды. Жалқау болғаннан кейін ол өзінің қызметін атқара алмайды, иә. Енді қараңыздар, бұрын жүрмей жүрген адамдар, мен мысалы қазір таңертең 7.000 8.000 шақ жүремін. Аз жүрген кезде 7.000 шақ, әйтпесе 8.000 шақ жүремін, маған ол уже норма. Ал ондай жүрмейтін адамдар, ой, Шолпан ханым айтты, енді жүрейік деп ертеңнен бастап бір сағат жүріп кетсеңіздер, сіздер буындарыңызға нагрузка түсіресіздер. Біз осы марафонды бастаған кезде мен алдында айттым, ең алдымен кем дегенде 20 минут жүріңіздер дедік, иә? Кем дегенде 20 минут. Ол мынандай закон Паретто деген бар ғой, 80/20, сол сияқты ол зерттелген дүние. 20 минут жүрген кезде сіздің буыныңызға даже андай артрозы бар болса да, ол 20 минут сізге зиян келтірмейді. Одан кейін, бір аптадан кейін 30 минутқа, 25 минут, 30 минут, 35 минут деп сөйтіп ақырын қоса беруіңіз керек та. Но міндетті түрде 10.000 шақ жүру емес. Міндетті түрде таңертең 8.000 шақ жүру емес. Ол сіздің өзіңіздің ағзаңыз өзінің нормасын айтады, нормасын береді. Менің норма мысалы таңертең 8.000 шақ жүру. Өйткені мен күні бойы қозғалмаймын. Қозғалмай болған шалқамнан жатпаймын. Тұрасың, есіктің алдына машинеге отырасың, барасың, түсесің, офисқа барасың, ол жерде де қимыл көп емес, түсесің, сонда бар уақытқа қарасың. Мен не істеймін? Ерте сол күні бойғы энергия жаңағы оталдырып аламын да, мышцаларымды дегендей. Сондықтан, егер де артроз, артрит, остеохондроздың мәселесі болмасын десеңіздер, алдын алу іс-шаралары, иә. Кем дегенде таңертең 20 минут жүрген кезде буындарыңыз ауыратын болса, бір ауырлық сезінетін болса, келесі күндері 15 минутқа түсіңіз. 15 минут жүріңіз, бір апта, бір 2-3 күннен кейін 5 минут қосыңыз. Сөйтіп буындарыңызды жаттықтырыңыздар. Мысалы, көп ойланбаған ми, бір нәрсені, мысалы, көп ойланбай, кітап оқымай жүріп, бір күні кітап оқысаңыз, ұйықтап қаласыз ғой, кітап оқып ұйықтап қаласыз ғой. Сондайлар болады ғой. Неге? Өйткені ми оған дайын емес та, ол заряд нетпеген, машықтанбаған. Сол сияқты да, сіздің буыныңыз көп жүргенге машықтанбаған, ол ауырсынып сезіну мүмкін. Сондықтан 5 минут қосып деген сияқты ақырын келуге болады. Но нормальный буынның мышцалары жақсы жұмыс жасасын. Синевальный жидкостьіміз жаңағы шеміршектерімізді тамақтандырсын. Аяғымыздың сіңірін тартуы кетсін. Буындарымыз ауырмасын. Басымыз ауырып, балтырымыз сыздап, буындарымыз сықырламасын десеңіздер, жүруді көбейтіңіздер. Ол тегі бар ғой, ол сатып алмайсыз ғой. Наоборот, таңертең жүрген вообще кайф қой, кайф. Таңертең жүру деген кайф. Сол ауырсынса, кішкене аз айтсаңыздар болады. Сол, тағы да не айтайын буынға байланысты. Енді менің сұрағым айтайын деп дайындағаным осы, жалпыда бір нәрсені айтқым келеді, біздің өнімдердің кереметтігі туралы айтқым келеді. Менің анам 86 жаста, былтырғы жылы жазда, осы үйде былтырғы жылы жазда таңертең таңғы намазға тұратын уақытта, сол кезде әжетханаға барған кезде, ұйқылы ояу ғой, 85 жаста ол кезде. Ана есіктен бүйтіп ұстайым дегенде қол дұрыс алмай қапты да, құлайды ғой. Ойлайшы, өзі толық кісі, ана құлаған кезде еще тіземен құлайды. Жарақат алып қалды, әрең дегенде нетті, соң бір күн, 2 күн
жаңағы жүрүү нетип, аяк ысып кетти. Соңы больницага апарайын десем, бармайт. Соңғы бой бермей, жаңағы неге апар? Мама дедім, неге апарайыншы, мына жерде рентгенге түсіріңізші, масқара енді сынып қалып, ол жерде деген бір нәрсе болып жатыр ма деп. Ары қарай тым құрмаса, егер сынып қалған болатын болса, енді гипс салғызу керек па деген енді ойлар кетті ғой. Соған неге апардым? Рентгенге түсірдік. Сол рентгенге түсірген кезде бар ғой, ана рентгендегі жігіт өзі шок болды ғой. Мен айттым ғой, қалай алды? Түсіреді, сүйектері бәрі нормально, ешқандай трещина, еш нәрсе жоқ. Еш жері шықпаған, тізесі ғой енді ауырып қалған. Сол тіземен құлаған ғой. Но ешқандай перелом, еш нәрсе жоқ. Даже трещина жоқ. Но бұрынырақта ауырған артритінің несі көрініп тұр дейді. Это старый раны дейді, ол жаңа еш нәрсе жоқ дейді. Соңғы мен ол өзі шок болған кез бүйтеді, мына веспен дейді. Мына жаста, 85 жаста құлап, даже трещина алмауы, это чудо деді. Соңғы какие БАДы даете дейді ғой. Енді өздері сұрап жатыр, қандай БАДы бересіз дейді. Соны өстіп деп сол жерде айтып бердім. Дальше давайте продолжайте деді. Орыстың жаңағы хирургтың әңгімесін айтамын деп орысша сөйлеп кеттім ғой. Соны ары қарай бере беріңіз деді. Қараңыз, неге біздің өнімдер ішкен адамдарда тек қана белгілі бір аурудан ғана емес, басқа жағына да көмектеседі. Буынына да, бүкіл ағзаға көмектеседі. Өйткені біздің ағзамыздың барлығы клеткадан тұрады да, сүйегімізде клеткадан, шеміршегімізде клетка, бүкіл ағзамызда клетка ғой, сол клетка. Біздің өнім клетканың азығы ғой. Осы клетканың азығын бере отырып, аурусыз өмір сүруге алуға болады да. Даже ауырып жүрсеңіз, дерттен айығуға болады. Ал ауырмай жүрсеңіз, ауырмай өмір сүрудің мүмкіндігі ғой. Сондықтан бір ай іштім, 2 ай іштім, одан кейін нәтиже көрмедім емес. Сіз жылдап жинаған ауруыңызды 2 айда кетіре алмайсыз. Кем дегенде 6 айда, кем дегенде. Сондықтан мына өнімді просто аурусыз өмір сүргіңіз келетін болса, өз аяғыңызбен жүргіңіз келетін болса, сана сезіміңіздің ашық болғанын қаласаңыз, барлық ағзаңыздың қалыпты жұмыс жасауын қаласаңыз, онда осы протоколды ішу керек. Тіпті мына сағат бар ғой, үйлерде тұрады ғой, сол сағаттың батарейкасын ауыстырамыз ғой, тоқтап қалған кезде. Тоқтап қалғанда ауыстырамыз. Әшейін бір заттың. Ал енді біз өзіміздің таусылып жатқан энергиямызды қайдан аламыз? Тек қана ішкен тамағымыздан, суымыздан, жаңағы қозғалысымыздан, енді қозғалыс энергия, энергиямыздан аламыз. Ал егерде осының бәрі бар, бірақ ішкен тамағыңыз дұрыс болмайтын болса, суың ішесің, қозғалысың жақсы, бірақ тамағың дұрыс болмайтын болса, клеткаң аш деген сөз. Клетка бүкіл ағзаның азығы, біздің өнімдер. Вот так, өстіп мақтанып қояйын соңында. Так, ал болды. Микрофондарыңыз қосып, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Негіз мен өзім буындарым ауырғаны қойды. Жаңа аяғымның таңертеңгі сіңірінің тартылуы қойды. Тіземнің ашуы қойды. Қазір деген 5 сағат, 6 сағат прям за рулем отырып, ешқандай тізем ауырмайды да, не қылмайды. Мына буынға байланысты аурулардан. Одан басқа да мәселелер болды ғой, олар жазылды. Рахмет, сіздермен бірге болған Шолпан Қасымжанқызы. Сұрақтар бар болса қойсаңыздар болады. Айтпесе мен біттім. Қасымжан, рахмет сізге за эфир. Пока я могу уже, да, выключать запись? Да, можете. Шолпан ханым, рахмет. Мен бір диагнозды бүгін